Если посмотрит на все многообразие памятников. Егер Қазақстанның саналуан тарихи және мәдени ескерткіштеріне көз жүгіртер болсақ, онда осы ел аумағында көптеген қызықты тарихи орындарды көруге болады. Олар адамдар жерленген көне қорғандар және сәулет өнерінің ескерткіштері. Ал қазақ елінің пәлсапасы, тарихы мен мәдениетінің негізі болып есептелетін, өзіндік брендке айналған бір нысандалатын болса, ол әрине алтын адам. Алтын адам Қазақстанның бай, ауқымды көне тарихы мен мәдениетінің көрінісі. Концентрированное выражение древней истории и культуры Казахстана. Біздің алтын адамның әлем музейлеріне шеруі келесі елде Македония елінде жалғасылуда. Яғни ол үстіміздегі жылдың 11 июлінде ашылуы жоспарланып отыр. Әрине біз қазіргі күнде ұлттық музей қорынан 292 сақтан бірлік іріктеп, қазіргі біз көрме жасауға дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Көріп тұрғаныңыздай арнайы қорапшада әр экспонаттың өзінің орны болады. Экспонаттың бірінің үстіне бірі салынбайды. Экспонатқа ұяшықсыз жасалып, соған микроленттік қағазға оралады. Микроленттік қағаз дегеніміз өзінен ылғалды бөлмейтін, өзіне ылғалды қабылдамайтын сондай арнайы қағаз. Ол әр жәдігерді жаңағыдай бір-біріне сырылмайтын, бір-біріне үйкелмейтін жағдай туғызып, соны біз осындай арнайы жәшіктерге саламыз. Ол жәшіктің өзі кейін арнайы үлкен жәшіктерге салынады. Ол жәшіктің өзінің арасына салған кезде де арнайы паролдар жіберіледі, болмаса жаңағы жұмсақ қағаздармен оралады. Сондай біз өзіміз арнайы салған кейстерді орнатып алғаннан кейін үлкен жәшіктердің ішіне қосымша мынадай өзінен ылғал бөлмейтін, әрине ылғалды өзіне жақсы қабылдайтын мынадай фисор кассеталары міндетті түрде салынады. Жәшік жабылып, сол кезде сол қабылдаушы тараптың мамандарымен бірлесіп, сол жердің барлығына пломба соғылады. Барлық пломбаның нөмірлері тіркеледі. Біз сол діттеген жерімізге жеткен кезде пломбалармен біз сол нөмірлермен қайтадан тегістеу, түгендеу жұмыстарын қарап алып, біз сол жұмыстармен қабылдап аламыз. В данный момент мы находимся в городе Скопье, Республика Северная Македония. Қазіргі кезде біз солтүстік Македония Республикасының Скопье қаласында тұрмыз. Бұл біздің есебіміз бойынша алтын адам көрсетілген 9-шы мемлекет, ал Еуропа құрлығындағы алғашқы ел. Біздің мемлекеттеріміздің, халықтарымыздың арасындағы байланыс әріден келе жатқандықтан осы солтүстік Македония Республикасын таңдадық. Қазіргі қазақ елінің көнеден бері келе жатқан бай тарихы бар. Ондай көне жәдігерлер солтүстік Македонияда кездеседі. Ол Рим империясы. Здесь Северная Македония, Римская империя. Қазір біз Скопье қаласының археологиялық қазбаларының жанында тұрмыз. Бұл Рим қаласының қалдығы. Жалпы алғанда солтүстік Македония Еуропаның оңтүстік шығысында, Грекияның солтүстігіне қарай орналасқан жас мемлекет. 1991 жылы біз Югославиядан бөлініп шығып, тәуелсіз мемлекет болдық. Бірақ тарихқа тереңірек үңілер болсақ, біз де Қазақстан сияқты дүние танымдар мен этностардың түйісінде орналасқанбыз. Біз антикалық мәдениеттің бір бөлігіміз.
Александр Македонскийдің жорықтары осы жерден басталады. Шайқастарында ол сақ тайпаларымен де бетпе-бет келген. Мұнда әртүрлі римляндер, түріктер, славяндар мәдениетінің іздері сақталған. Мұны қаланың сәулет өнерінен де көруге болады. Адамдардың бойында көрініс тапқан мәдени сан алуандығымызбен біз Қазақстанға өте ұқсаспыз. Бізге өте қонақжай, ізгі ниеттісіңдер дейді. Сонымен қатар Скопьеді бұрынғы және қазіргі Скопьенің негізін қалаушы деп те атайды. Римляндардан кейінгі орта ғасырларда қаланың өмірі Скопьенің ортасына, яғни Скопье қорғанына шоғырландырылған. Бұл қазбалар 10 жылдықтар бойы жүргізілсе де, халыққа айтар жаңалықтары жетерлік. Бұдан біраз бұрын қазба жұмыстары қаланың орталығында жүргізілген. Соңғы жылдары ол жұмыстар театрға ауыстырылды. На мое големо задоволство денес имам чест да го најавам престојниот настан, гостувањето на ексклузивна изложба од Националниот музеј на Република Казахстан, Великата степа, историја и култура, која од утре па во наредните месец дена ќе биде представена пред бројните посетители на Археолошкиот музеј на Република Северна Македонија. It is very interesting to compare the archaeology of the Southeastern Europe and the Kazakhstan steppes because it's completely different. But I have a possibility to discuss. Оңтүстік шығыс Европа мен Қазақ даласының археологиясын салыстыру өте қызық. Себебі олар екі бөлек дүние. Менің қазақстандық әріптестермен бұл мәселені талқылайтын мүмкіндігім болып, біз біраз ұқсастықтар таптық. Бұл жерде біз көне заман жайлы айтып тұрмыз. Ол өте қызық. Біздің дәуірімізге дейінгі 1-ші мыңжылдық қой. Мәселе біздің дәуірімізге дейінгі 5-4 ғасырлар жайында. Қазақ даласынан табылған жәдігерлер оңтүстік шығыс Европа зираттарынан алынған заттарға ұқсастығы болуы мүмкін. Мысалы, қорғандар мен онда жерленген жауынгерлердің алтыннан жасалған заттарын, біздің дәуірімізге дейінгі 5-ші ғасырға жататын Требеништо моласынан табылған алтын бетперделермен, немесе Салоники қаласының маңындағы Синдос қорымынан табылған алтын заттармен оңай салыстыруға болады. Items, the warriors of gold and the finds of gold, maybe easily to be compared with the finds from the graves of Trebeniste with the golden masks, which belong to 5th century BC, and to the golden mask and golden items from the necropolis of Sindos near Thessaloniki. So this gives some relations about the habits of the maybe. Қазбаларда табылған заттар арқылы біз сол заманда өмір сүрген адамдардың әдеттерінің сыртқыда болса көрінісімен танысамыз. Ол уақытта ақсүйектерді барлық байлығымен жерлеген. Ол әрине көне заманда өмір сүрген тайпалардың байлығына байланысты. Тайпалардың байлығын маңызды жолдардың бойында орналасуымен түсіндіруге болады. Кейіннен ол жолдарды римляндықтар Игнатиев жолын дамытуға пайдаланған. Бұл әйгілі Рим жолы батыс әлемі, Рим мен шығыс әлемі, Константинопольді байланыстырған. Сонымен қатар көне заманда Македонияның солтүстік шекарасына дейін келген сарматтар сияқты көшпенді тайпалар жайлы зерттеулер мен жазбалар бар. Records of nomadic tribes coming like Sarmati and then coming to the northern borders of Macedonia in ancient times. В Сакскую эпоху здесь находились как раз западные границы кочевого мира. Скиф сақ дәуірі кезінде бұл жерде көшпенділер әлемінің батыс шекаралары орналасқан. Сондықтан көне дәуірдегі көшпенділер эллинистік өркениетпен, кейіннен көне Риммен байланыс орнатқан. Бұл үрдіс орта ғасыр дәуірінде де жалғасты. Скопье қаласынан алыс емес жерде Куманово деген кішігірім қала бар. Атауынан белгілі болып тұрғандай, ол қыпшақтармен байланысты. Қазақстандық және неміс археологтарының соңғы зерттеулерінде Қазақ даласынан
орталық Қазақстан, Сарыарқадан, Кенді Алтайдан, шығыс, батыс Еуропаға металл тасыған жолдардың болғандығын анықтады. Ол байланыстар археологиялық қазбаларда бейнеленген. Бұдан кейінде алғашқы көшпенділер мемлекеті мен көшпенділер өркениеті пайда болған кезде бұл байланыстар үзілген жоқ. Бұл жерлерге ұлы дала көшпелілері келіп, Еуропа өркениетінің тарихы мен мәдениетіне өздерінің тың идеяларын, жаңа технологияларын енгізді. Біз бұл жерде скиф дәуірі кезінде де мәдени байланыстар өздері дамығанын көреміз. Ол байланыстар орта ғасырлар дәуірінде де жалғасты. Ал бүгінгі алтын адам көрмесінің ашылуы мәдениеттер мен өркениеттер диалогының қазіргі уақытта да жалғасып жатқандығын көрсетеді. Открытие выставки «Золотого человека», оно как раз показывает, что диалог культур, диалог цивилизаций, он продолжается. Құрметті қонақтар, ханымдар мен мырзалар, Нұрсұлтан қаласынан келген Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің Ұлы дала тарихы мен мәдениет көрмесінің салтанатты ашылу рәсімінде сіздердің алдарыңызда сөз сөйлеуге мүмкіндік бергендеріңіз үшін шексіз ризашылығымды білдіремін. Бүгін біздің назарымызға Қазақстанның тарихи түрде жүйеленген мәдени мұрасын суреттейтін артефактілері ұсынылады. Сонымен қатар, бұл осы елде тұратын және қазіргі уақытта тұратын көп конфессиялы халықтардың мультимәдениетіне қамқорлығын көрсетеді. Мен бұл көрменің қазақ мәдениетінің сан қырлылығы мен өзіндік ерекшелігін дәлелдейтін тарихи және мәдени мұрасымен танысуға мол мүмкіндік беретініне сенімдімін. Да, ну вот именно благодаря этой выставке у нас сейчас... Осы көрменің арқасында бүгінгі күні біз тығыз археологиялық байланыстар орнаттық. Мұнда көптеген археологтарды дайындайды. Қазіргі уақытта олар бірлескен археологиялық қазбаларды ұйымдастыруға қызығушылық танытуда. Бұл салада олар мол тәжірибе жинаған. Көптен бері археологиямен айналысатын еуропалық мемлекет өзіндік жаңа технологияларын, жаңа ұсынымын, жаңадан ашылған қазбалары мен тәсілдерін бірігіп жұмыс істеуге бізге ұсынуда. Әрине тек олар бізге келмейді. Біздің де археологтар осында келіп, көне Скопье қаласының қазба жұмыстарына қатысу үшін келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Біздің алтын адам археология саласындағы өзара байланыстарды жандандыруға жаңа серпін береді. Новый импульс жизни, взаимоотношений именно в зоне археологии. We would be happy even with the exhibition only about the golden man, and maybe some archaeology. Біз тек алтын адам мен кейбір жәдігерлердің көрмесі болса да қуанатын едік. Ал бүгінгі күні Македония, Балқан, Еуропа халықтарының осы көрмеге келетін әрбір адамның Қазақстан мен ұлы даланың тарихы, салт дәстүрі мен мәдениетімен жақынырақ танысуға мүмкіндігі бар. Адамдармен кездесіп, әдет ғұрпын көреді. Біз өмір сүру салтында, әдет ғұрпында, музыкалық аспаптарында ұқсастықтың бар жоғын білеміз. Екі елдің арасында ара қашықтыққа қарамастан мұндай заттарды елемеуге болмайды. Себебі ол біздің өміріміздің бір бөлігіне айналады. They became part of your life and everyday life.
продолжается. Поэтому шествие Золотого человека по планете... Алтын адамның әлем бойынша шеруі ол тек әртүрлі елдердің музейлері арасындағы шығармашылық байланыс ынтымақтастық емес. Ол көшпелілер мәдениетімен таныстыру. Көшпелілер мәдениетін тек қазақстандықтарға емес, Еуропа зиялыларына, Еуропаның музейлер қоғамдастығына жаңа қырынан көрсетеді. Европейским музейным сообществом.